Шалғайдағы атай. Екінші бөлім. Авторы Назерке Жаңабайқызы. Білесіздер ме? Кәрімде де, Қарлығашта да басы артық бөтен ой болмаған. Бір-бірлеріне жай ғана адамшылдық қасиетпен, көршілік ылтипаттықпен ғана араласатын. Бірақ мына ауылдың адамдары әліптің артын бақпай жатып, гүл ғұмырлы Қарлығашты әбден сыбап тастағанды. Ана еркектің үйінен шықпайды. Сал болған ауру әйелін Кәрім атай не қылсын? Қылмаңдап біреу етегін көтеріп, көлбеңдеп күнде алдында жүрсе, назары жасқа ауған ғой. Жас иіс десейші, жас иіс деп сырттарынан айтпаған әңгімелері қалмаған. Бірақ елге абырой бар. Жаңа келген дәрігер қызға тіктеп бетіне келіп ешкім айта алмайды. Тек ауыл ішінде Кәрімді көре қалса, ойбу, қай бетімді шымшиын, өзіне қарамайтын қатын құмарлығын айтшы апыр-ай, деп сондай арам ойларын дауыстап отырып айта беретін. Ердің жігерін құм қылмаймыз ба деп біреуі елең қақпайтын. Айтарым сол, ешқашан біреудің басындағы өмірін сөз етпеңіз. Білмейсіз бе? Үндемеңіз. Сырттан көріп әңгіме пішу ең жеңіл жұмыс қой. Осындай сарғайған сағынышпен, арадағы түсінбеушілікпен арада ай өтті. Қарлығаш жұмысына орнығып, ауылдағы бой төсей бастағанда тікелей Айсұлуға келе бастады. Оның денсаулығы мен тікелей жұмыс жасап жатыр. Әйтеуір оң ниетін көрген Айсұлу енді Қарлығашты Кәрімнен әрі іздейтін болды. Айсұлуды бар білетінімен зерттеп, жұмыс жасап бастады. Қарлығаштың ниеті ақ, көңілі сондай таза жан. Оны мына ауылдың өсегі де ренжіте қоймады. Ең бастысы, ниетімді Алла көріп тұр дейтін де жүре беретін. Жанындағы әріптестеріне болатын болмайтынға көңілге ала берсеңдер, қалай өмір сүресіңдер деп таңданып күліп, оларға мотивация болатын. Тіпті өзі жұмыс жасайтын аурухана басшысы да талай рет ескерткен еді. Бұл ісінен түк шықпайтынын, бекерге ол әйелге үміт беріп жүрсің дейтін. Алайда Қарлығаш тоқтап қалмады. Әріптестері де сал болып жатқанына 20 жылдан асты. Ол емделмейді, неге жасап жүрсің деп райынан қайтармақта болғанды. Сонда да алған бетіне қайтпайтын. Өзі таңертең жұмысына ерте кетеді. Содан алдын жарты сағатқа Айсұлуға келіп, таңғы жаттығуларын жасатып, өз қалтасынан шығарып, қымбат витаминдер алып келеді. Уақытылы соларды беріп кетеді. Түстен үйге шыққанда, ел ас ішіп отырса, Қарлығаш тіке Айсұлуға тартатын. Тағы да үздіксіз қараушы бола беретін. Сонда ол Кәрімнен не? Айсұлудан бір нәрсе дәметіп жасамаған. Жай ғана адамшылдық қасиетпен қос қашықты қайта табыстырсам дейтін ең бірінші. Сонан соң өзінің әдісімен ем-дом жасап, содан нәтиже шығарына сенетін. Әрекет етсең берекетін берем деген Алла тағалада. Міне, тұп-тура 1,5 жылдан соң Айсұлу тілге келді. Иә, емі оң нәтиже берген ғой. Ең алғаш шыққан сөзі Қарлығаш болды. Құдды бір жаңа тілге келген сәбидей қатты қуанды. Өз аузымен Қарлығашқа рахметін жаудырды. Онан соң көп өтпей-ақ 20 жыл төсекке таңылған Айсұлу балаша тәй-тәй басты, аяққа тұрды. Мына қуанышты көріп Кәрімде бір жасарғандай болды. Қуаныштан жылап жіберіп, Қарлығашты қалай құшақтап алған байқамай қалды. Айсұлу болса, міне өз алдына мәз. Күллі ауыл шулады. Қарлығашты көрген жерде қарт кісілер көзіне жас алып та алғысын жаудырды. Арада сырғып күндер мен айлар өте берді. Айсұлу аяққа тұрғалы, бұл шалғайдағы жалғыз үймен араласушылар көбейді. Тілге келіп, өзіне не болғанын айтқанда бүкіл ауыл тұрғындар іштей Кәрімнен кешірім сұрады. Сонша жыл қалай төзіп жүрдің? Қаралауға деп бетпе-бет келіп кешірім сұрағандар да болды. Өзі қатарлар ортасына алып қосты.
достары пайда болды. Кедейдің де құдайы бар демей ме? Атам қазақ. Міне, қаншама жыл төсекке таңылып мүгедектің күйін кешкен Айсұлу сал адамдардың қатарынан азайтты. Қарлығаштың жеңісін күллі аурухана дәрігерлері сөз етті. Тіпті мына ауылдан бөлек оны жұмысқа алушылар қатары көбейді. Негізі рас, иә, атағың айды жаса сені сыйлаушылар көбейетіні. Әйтпесе бұрындары қарлығаштың шықпаған тауы, баспаған жері қалмаған еді ғой. Табаннан тозып қанша есікті қақты десеңші. Білдей бір жоғарғы оқу орнын пәлен жыл оқып бітірсе де амал жоқ, ешкім жұмысқа ала қоймады. Ұсынарға ақшасы, сенерге танысы болмаған соң осы дәрігерлері тапшы ауылға келген болатын. Ал енді міне сал ауруды емдеп жазыпты деген бұқара өкілдері жарыса жазғанда жұмысқа алмағандарына өкінді. Басыңнан алтын құямын десе де Қарлаш райынан қайтпады. Көгерген жерім осы деп ауылда қалып қойды. Ал Айсұлуға келсек, ат басын қалаға бұрып төркініне кетті. Әке-шешемнің қалын білейін, хабарымды айтайын деп кеткен болатын. Түскі шайды ішіп отырған әке-шешесі тосыннан кіріп келген қыздарын көріп, жүректері жарылардай қуанды. Содан не керек? Кешірім сұрады қыздарынан. Солай ата-ана мен бала қайта қауышты. Осылайша Айсұлу ауылға Кәрімнің қасына қайта келді. Екеуі жаңа ғашықтардай әңгімелері таусылмай, оны-мұны айтып күбірлеп қуанып жүр. Бірақ та соңғы кезде Айсұлудың мінезі өзгеріп кеткендей. Қалаға ата-анасына апта сайын барғыш болып кетті. Жұмсақ жүректі Кәрім де бұған қарсы бола қоймады. 20 жылда өзіне енді келген жарын ренжітіп алмайын дейтін. Ал бірақ бұл сәтте Айсұлу расымен де өзгерген болатын. Шешесінің сөзі ме, әлде өзі ме Кәрімге деген ойы өзгергендей. Баяғы алып ұшқан махаббаттың ұшқыны да бойында қалмапты. Сол үшін жиі қалаға қашып кетіп жүр. Оған ата-анасы қуанбаса қарсы бола қойған жоқ. Екі ортада жүріп, бір күні Айсұлу ауылға қайтар мезетте мінген таксистке ғашық болып қалды. Солайша Айсұлудың қалаға баруы үдей берді. Әр барғанда манаға таксисті шақыратын болды. Әйелден қулық артылған ба? Қу түлкідей болған Айсұлу есі кете ғашық болған таксистін өзіне ғашық ете бастады. Ең сорақысы өзін бойдақ етіп көрсетті. Әдетте басқа отбасыларда күйеуі көзге шөп салып жатса, бұларда керісінше әйелі болды. Иә, Айсұлуды сонша жыл төсекке таңылғанда қараған әке-шешесі емес, осы Кәрім емес пе еді? Оған қалай опасыздық жасауға болады? Кәрім болса осы жаңа ғана есін жиып, өзіне келіп жатыр ғой, жаңа туған сәбидей болып жүр ғой деп барынша түсінуге тырысып бағып жүр. Тіпті бұл некеден бала да күтіп жүр іштей. Айсұлу әлгі таксисіне Кәрімді ағам деп таныстырып та қойыпты. Ең сорақысы ол таксист те отбасылы еді. Тәп-тәтті ұйып тұрған отбасыны ылғи да өз деген жасап үйренген Айсұлу бұза бастады. Қимыңдаған қылығымен біреу алдына иіліп тұрса, қай еркегінің болса басы кетері ақиқат қой. Қыс мезгілі болатын. Кәрімнің ауыл тұрғындарымен ара қатынасы түзеліп, әкімшілікке күзетші болып орналасқан. Үйі мен екі ортада жүреді әйтеуір. Айсұлуды ауыр көтермесін деп отынның бәрін дайындап, тіпті өзі жағып қояды. Соңғы кездері Айсұлуға перзент жайлы сөз көп қозғап, қалаға барып екеуміз бір қаралайық, бірге емделейік деп те жүргенді. Мұнысына Айсұлу түрлі сылтау айтып, қашқақтап жүр. Үйленгендеріне 20 жыл болса да ара қатынастары жас жұбайлардікіндей тура. Кәрімнің ыстығы басылмай жүр. Әдеттегідей жұмыстан үйіне асығып келе жатқан Кәрімнің ішкі түйсігі ештеңе сезе қоймады. Бүгін Кәрім күзетшілік кезекшілігінде еді. Түнгі ауысымында болатын. Кешкі уаққа үйіне барып
тамағын ішіп жұмысына қайта кеткенді. Жолдасын ерекше махаббатпен шығарып салған Айсұлу оның түн айналып қайта келерін білмеді. Қою қара түн болса да жерге төселген аппақ қар айналаны жап-жарық етіп тұр. Кәріммен таласа жүріп келе жатқан ай көкте тұрса да Кәрімнен қалыс қалар емес. Өзінің сәулесін жер бетіне төккенде құдды бір айнала асыл заттарға көмкерілгендей жалт-жұлт етеді. Жұмыста бәрі тыныш болған соң аппақ жарымды барып көріп қайтайын деп үйіне асығып барады. Үйіне қуана келіп, ілінбеген есігін ашып ішке кірді. Неге есікті кілттеп жатпаған, қорқып қалады ғой деген Кәрім аяғын шеше берісте әлдебір бөтен ер кісінің аяқ киімін көрді. Жүрегі зу ете қалды. Десе де Айсұлуды жамандыққа қимай келген әкесі болар деп топшалап келеді. Жатын бөлмеге дереу аяқ басқан ол бір орында қақшиып тұрып қалды. Көздері шарасынан шыға жаздапты. Бөгде еркек астында еркелей жатқан Айсұлуды көргенде аспан айналып жерге түскендей болды. Айсұлу үшін бар өмірін сарп еткен Кәрімнің өзегі ащы өкініш шарпып өтті. Қалайша деген жауапсыз сауалы көкейін тесіп, көздерінен қан аралас жас шығаруда. Менің кесірімнен мүгедек атанды деп төсек тартқан жанға бір мәрте қол тигізбеген. Кәрім, сен неткен адал жан едің. Жылдар бойына жамбасына жара салмай күткенімде көрерім осы ма еді. Ау қу тағдыр деп айқайлағанда қақ айырылмаған жүрек қалмайды-ау. Есікті жұдырығымен бір түйген Кәрімді төсектегі екеу байқады. Жан ұшып тұрған Айсұлу сасқалақтап тыр жалаңаш денесін бүркеп жатыр. Бұл қай қылығың сенің, Айсұлу? 20 жыл астыңа дейін жуып, сенің саулығың үшін барымды салғаным менің кінәм ба? Сені күттім ғой, енді бақытты боламыз ба дегенде маған опасыздық жасауға қалай дәтің барды деп Кәрім есікке сүйене еңірей жылады. Бұл уақытта таксист жігіт: брат, айып етпе, сенің жарың екенін білмедім. Маған бойдақпын деген соң барып рас айтамын деп күмілжіп қалды. Жас тамған жанарлар қып-қызыл болып кетіпті. Дереу орнынан тұрып, Айсұлуға жақындап тұрып, жұдырығымен бір ұрды. Бар ғұмырым сенмен өткеніне бұған дейін еш өкінбеген едім. Ал қазір көзіме көрінбей жоғал деп үйден қуып шықты. Әйтеуір үстін жауып үлгерген Айсұлу көңілдесіне қалаға апар деп еді. Жоғалшы арсыз, шайтанның жетегіне еріп, мен де күнәһар болдым ғой деп көлігіне отырып Айсұлуға қарамастан кетіп қалды. Ауыл сыртынан әйтеуір такси тауып қалаға тайып тұрды. Айсұлу жүзінде тіптен өкініштің ізі де жоқты. Таңға дейін көз іле алмаған Кәрім сол отырған бойда бір нүктеге қадала қарап отыр. Бозарып таң атқалы қашан? Есік тықылдады. Ешкім жауап бермеген соң қарлығаш дыбыстай: Айсұлу деп ішке кірді. Арғы бөлмедегі есік алдында жылап отырған Кәрімді көрді. Бірден Айсұлуға бірдеңе болды ма деп ойлады. Қолындағы 7 шелпегін ас үйге үстел үстіне қойып, Кәрімнің қасына барды. Жатын бөлмеге көз жүгірткен сол шашылған төсек, іш киімдер жатыр. Ұялып, тез басып сыртқа шыққалы тұрғанда Кәрім оны тоқтатты. Ас үйге барып, не болған бастан аяқ айтып берді Қарлығашқа. Қарлығаш болса, айтарға сөз таппай жағасын ұстап қалды. Ауылда сөз жатсын ба? Түндегі Айсұлудың жүрісін көргендер алып қашпа әңгімелерін үдете түсті. Содан не керек? Жаман хабар жерде жатпас. Айсұлудың опасыздығын күллі ауыл естіді. Қасиетсіз екен деп әрбұрышта отырған ауыл әйелдері беттерін шымшып, айтқан үстіне айта түсті. Бұл оқиға көпке дейін ауылды дүрліктірді. Айсұлу болса қалаға келген соң тіптен ат ізін суытты. Сотқа арыз жазып, бірден ажырасты. Ортадағы дүниені бөліске салмақ болғандарында әке-шешесін тоқтатқан Айсұлу болды. Кінә менен. Оны қоя беріңіздер. Талай жыл маған қараған,
еңбегінің өтеуі болсыншы, тиіспеңіздер оған деді. Әрине, әке-шешесі қуана келісті. Жалғыз қыздарының жандарында қалатындарына қуанып жүр. Ал бұл уақытта Кәрімді Қарлығаш едәуір жұбатып жүргенді. Қарап тұрсаң, Қарлығаш жап-жақсы қыз. Кәрімнің сезімі болмаса да Қарлығашқа үйленуге ұсыныс тастады. Қарлығаш қабыл алып, той басталып кетті. Қарлығаштың әке-шешесі екеуіне ақ баталарын беріп, Кәрімді ұлдарындай сыйлап, төрге шығарып күтті. Бұрынғы қайын жұртынан мұндай құрмет көрмеген Кәрім Қарлығашты күннен күнге жақсы көре түсті. Екеуі сол ауылда Қарлығаштың үйінде қалды. Ал әлгі опасыздыққа куә болған үйін сатып, Қарлығаш Кәрімді оқу орнына түсірді. Екеуі қазір қалада. Осы жасқа келгеніне оқып жүргеніне ұялса да, оны жетелеп қолдап жүрген Қарлығаш болды. Арада көп жылдар өтіп, Кәрім тіс дәрігер мамандығын бітіріп шықты. Бір қызығы, екеуінің орталарында ұрыс туындаса, бірі басыла қалады. Ауылдарына қайта келіп, екеуі де ауруханаға жұмыстарына орналасты. Ауыл тұрғындары тістері ауырса, қала аралап, сандалып кететін еді. Кәрімнің білікті маман болып келгеніне алғаш болып ауыл тұрғындары қуанды. Бір жағынан олар таңданыстарында іште сақтап қала алмады. Апыр-ай, Кәрім, осыншама жасарып кеткенбісің? Өзің сымбатты келіскен-ақ жігіт екенсің ғой деп қуантып та қалды. Қазір екеуі бақытты отбасы, тіптен жақын күндері балалы болмақ. Ал Айсұлу болса, қаланың түнгі көбелегіне айналып кеткелі біраз болды. Ал енді ғана нардай азаматынан айырылғанына өкініп жүр. Әңгімеден шығар түйінді. Ешқашанда біреудің сырт пішіміне қарап, оны бағаламаңыз. Кезінде бүкіл ауыл Кәрімнен қорыққан еді. Атай деген аты да жоқ еместін. Алайда онымен жақын араласқалы жақсы азамат екеніне көздері жетті. Сонан соң ердің басын төрге сүйрейтін әйел екенін тағы бір дәлелдеп берді. Қарлығаш өмірінде пайда болғалы жағдай жақсарып, шындыққа көз жетті. Өзіне сенбейтін, қоғамнан алыстаған, ортасында орны жоқ Кәрімді еліне сыйлы азамат еткен ол Қарлығаш болатын. Ерінің жаманы болса жасырып, жақсысы болса асырып жүрген Қарлығаштай әйелдер 100 жаса. Оқыған Шынар Аманжолқызы. Соңы.